тілдік мағынасы бірінші ол демалу деген ғой. Иә? Роха деген, тарауих деген демалып отырып оқу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін Абу Бәкірдің заманында радиаллаху анху сахабалар өте мықты болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде қалай құлшылық істеді, солай болды. Абу Бәкірдің заманында футухаттар болды, ашылулар. Мұсылмандардың саны көбейіп кетті, еселеніп кетті. Енді ол тарауихтың біреу көрген бар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламмен бірге, біреу көрмеген бар. Білмейді да кім қалай. Сондықтан әркім өзінше жасап жатты тарауихты. Абу Бәкір радиаллаху анху дүниеден өтті, сахабалар әлі мықты еді. Омардың заманы келді. Омардың заманы келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне кірсе, әркім әр нәрсемен шұғылданып отыр. Рамазанның кештерінде. Сонда Омар радиаллаху анху Убай ибн Кааб радиаллаху анху шақырады. Убай дейді, сен имамдыққа өт дейді, 20 ракағат тарауих намазын оқы дейді. Көрдіңіз ба? 20 ракағат тарауих намазы сол Омардың заманында бекітілді. Бұған ой тастаған кісі деп айтады, Али радиаллаху анху деп айтады хабарларда. Сонда Омар радиаллаху анху кімді шығару керек екеніне дейін тағайындап тұр да. Убай ибн Каабты таңдауының өзі, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Убай, маған Құран оқышы деп үйіне шақырып алатын маған. Сонда Убай ибн Кааб, Алланың елшісі, Құран сізге түсті, мен қалай сізге оқимын оны? Мен сенен тыңдағым келеді деп айтқан еді. Демек бір қаридың болуы дейсіз ғой. Қаридың болуы, Құран жаттаған. Құран ілімінің білгірі сахабалардың ішінде ол кім? Убай ибн Кааб. Әрі Құран содан үйреніңдер деген. Убайдан үйреніңдер. Мына Убайдан үйрен, 4 кісіден үйреніңдер деп айтады пайғамбарымыз. Соның біріншісі Убай ибн Кааб радиаллаху анху. Міне бүкіл сахабаның алдында бір сахаба тұрып, Омар не істеп жатырсың сен? Деп ешқайсысы әңгіме айтпаған. Енді қазір бізде қоғамда неше түрлі нәрсе бар ғой. Пайғамбар ондай оқымаған. Сонда айтып жүрген кісілер айтады ғой енді. 8 ракағат деген бізде елде 15-20 минутта бітіп қалады. Айша анамыздан келген хабарларда айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 ракағат намаз туралы айтады. Таң атып кететін болған дейді да. Сен өзіңді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазымен салыстырмашы, жоқ айнал деймін да. Не дейді? Қиямы дейді. Сондай ұзақ еді дейді. Рукуғы да сондай еді деп айтады. Ана қараңыз. Оның ұзақтығы мен көркемдігін айтпай ақ қойып. Иә, қара. Сәждесі, қиямы, рукуғы қандай сондай еді дейді. Ойлай беріңіз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай намаз оқиды. Сондықтан бұл мұқарана салыстыру ретінде жүрмейді. Сондықтан ізгі сахабаларға ілесу керек бола ма? Ілесу керек. Жақсылықта оларға. Тарауих намазының тарихы қысқаша осылай. Али радиаллаху анху айтып кеткен екен. Османның заманында да келді ғой енді бұл тарауих. Сонда мешіттен шыққан нұрды көретін едім дейді, Али радиаллаху анху айтады да. Я Алла, Омардың қабірін солай нұрландыршы деп айтады екен. Осындай бір керемет істі бастап кеткендігім үшін.